Бұл бізде Адамбек деген жігіт. Бұл бүгін колледжге алғаш рет барады. Сол кезде оның оқиғасы басталады. Қайыршы? Не істебесің, бұндай колледж саған керек емес. Бұндай колледжге сен оқымауың керексің ғой, қайыршы. Сол кезде Адамбек оны тыңдамай кетіп қалады. Адамбек осы колледжге өзінің ақшасымен түскен болатын. Бұл жерде тек байлар, Адамбек өзі ғана жағдайы жоқ бала еді. Адамбектің қасына бір Каролина деген қыз отырады. Екеуі бірге әңгіме айтады. Сәлем, қалайсың? Жақсың ба? Жақсымын. Өзің қалайсың? Жақсы, маған кітабыңды бере тұрасың ба? Әрине, ала бер. Братишка, қарашы артқа, не құтыпсың, мен қызым қасына не үшін өтсің, таяйсың, түсіндің бе? Енді бір рет қызымның қасына отыр, таяқ тисің бар о. Адамбек мән бермей кетіп қалады. Адамбек кетіп бара жатқанда банағы Каролина мен оның жігітінің әңгімесін естіп қалады. Сен не үшін ана қайыршының қасында отырсың, таяқ тисің? Жан, қойш, мен оның просто қасына отырдым ғой. Шаршап кеттім ғой. Братишка, мен дегеш, не істеусің сен, қайыршы? Өлгің келіп жүр ма? Мен қызыма екінші рет жақындасаң, таяқ тисің, түсіндің бе? Кешір, ішім-ай. Қайыршы десе, кет бар, тұр орныңнан. Ішім, таяқ жейсің, енді кет бар. Бірнеше уақыттан кейін Адамбек банағы Каролина деген қыздан кітабын ұмытып кеткенін есте қалады. Сондықтан оның үйін көріп, үйіне баруды шешеді. Қазір келе жатырмын, қазір. Адамбек, сәлем. Сәлем, Каролина, мен сенен кітабымды сұрайын деп едім, кітабымды ұмытып кеттім ғой. Мә, ғой. Рахмет. Жарайды, сау бол, Адамбек. Кеттім мен. Сау бол, Каролина. Мінде келе, нағышсың Каролина үй жағында, нағышсың, саған келме дедім ғой. Жақындама дедім, түсінің бе? Мен жыныма тиіп жүрсің, сен бала бар ғой, қайыршы. Өлтіре салам мылтықпен, түсінің бе? Енді келсең, өлесің, түсінің бе, қайыршы? Достар, осы видеоға мен көп уақытым кеткен болатын. Сіздерден максимально лайк күтемін. Және де осы видеоға мен қатты тырысқан болатын. Сіздерден лайк. Давайте.